Бағы Мұхиддинова сахнаға оралды. Домино тобының әншісі Шолпан таяуда ана атанды. Қамажайды балынкамен орындап, ғаламтор жұлдызына айналған өнерпаздар кімдер? Армысыздар, бұған дейін түрлі гелс-бендтерді ән айтуға дайындап, репертуарларын таңдап, тіпті кейде олар үшін дауыс жазып жүрген музыкалық продюсер Бағы Мұхиддинова кадр сыртында қалудан шаршаған сынды. Енді жиі сахнаға шығып, жұртшылыққа өзін әнші ретінде танытпақ. Бағы Мұхиддинова Дос Мұқасан тобының репертуарындағы «Ғашық жүрек» атты ретро әнін енді өзінің ән қоржынына қосты. Музыкалық продюсер бұл жолы Мұнарлан тобының әншісі Бағлан Жолдасовпен дуэт айтуды жөн санаған. Мен екі рет дуэт айттым. Бірі Әлішер Кәрімовпен болса, екінші рет біз Бағлан Жолдасовпен ән жаздырдық. Бұл екі әншіні де маған Майра Ильясова ұсынды. Ал Майра сынды тәжірибелі кісі маған жаман ұсыныс жасамайтынын ұғынып тұрып, мен әрдайым келісім беремін. Бағлан Бағымның алдына келіп, онымен бірге жұмыс жасауға жүрексінгенін мойындады. Себебі әнші Мұнарлан тобының құрамында өнер көрсетіп жүрген кездері Бағымға келіп, вокалдан сабақ алған екен. Сол сәттерде Бағым Мақсатқызы Жолдасовты біраз сығып алса керек. Өз жұмысына қатал. Сол нәрсе қалып қойды ма, жаңағы келген кезде кішкене жүрексінгенім бар. Бағым Мақсатқызың өзі айтты, Бағлан расслабься деді. Ал Бағым болса, Бағлан кәсіби әнші ретінде жадымда шатталып қалғандықтан бірге жұмыс жасаудан ләззат алдым деп отыр. Әрине Бағым өнердегі тәжірибесі мен музыкалық сауатын жас әншіге үйретуден бас тартпаған. Ритмичный Бағлан. Ритмичный. Да, пульс, давай ее. Было очень легко. Бұл ән оңай жазылды, жұмыс тез бітті. Мен мұны Бағланның кәсібилігімен және әнді жақсы сезіне алатынымен байланыстырар едім. Бағым мен Бағлан «Ғашық жүрек» әнін таяуда өткен сағындырған әндері ретро концертінде орындап шықты. Қос өнерпаздың тандемі халықтың да, әріптестерінің де көңілінен шыққан көрінеді. Тіпті әлеуметтік желілер арқылы әдемі дуэттің туғанын жарыса жазды. Мәңгілік махаббатым, жалғыз өзің мәңгілік. Бұл әнді 17 жыл бұрын Бағым Меруерт Есенмен орындап шыққан екен, бірақ ол кездерде туынды өз тыңдарманын таба алмаған. Біз 90-шы жылдары Меруерт Есен екеуміз бұл әнді айтқан болатынбыз. Сол уақыттан бері 17 жыл өтті. Сондықтан бұл әнді жаңғыртқым келді. Бүгінде қос өнерпаз бұл әннің хитке айналарына сеніп отыр. Дегенмен Бағым ханым өзінің негізгі кәсібі музыкалық продюсер болудан бас тартпаймын деп отыр. Тек ара-тұра сахнаға шығып ән салудың жалғастыра бермек. Менің жасында жеке әнші ретінде мансапты бастау күлкілі болар еді. Мен ән айтуды сүйемін, сондықтан ара-тұра ән жаздырып қана сахнаға шығып жүрмін. Солай жалғаса бермек, бұны мен хобби деп айтар едім. «Ғашық жүрек» әніне көктемде бейне баян таспаланатын болады. Адема Сейфулла, Ерлан Абдолиев, ревю жаңалықтары. Енді еліміздің ең көңілді әзілке жастары аймақтық айналымға қатыспай-ақ бірден КВН-нің Мәскеудегі телевизиялық премьер-лигасынан бой көрсететін болады. Еліміздің түкпір-түкпірінен топ жарған әзіл сайып-қырандарынан КВН командасы жасақталып, мәртебелі кубокты еншілеу үшін сайысқа дайындалады. Ұтымды әзілімен, сүбелі сөзімен жұртшылықты баурап алған халықаралық КВН ойындарының орталығы енді Қазақстаннан бастау алмақ. Осыған дейін жоғарғы финалды көздеген көңілділер Мәскеу маңын жағалап жүрсе, енді елімізге ағылатын болды. 2011 жылдан бастап қызмет атқарып келе жатқан КВН-нің Қазақстандағы өкілеттігі Мәскеу тарапынан қолдау алып, үлкен дәрежеге қол жеткізді. 3 жыл қатарынан жақсы дәреже көрсетіп, Амиттің сеніміне бөленіп, біз статусымызды, яғни дәрежемізді көтеріп, орталық лига атанып отырмыз. Мұндай дәрежені күні кеше ғана жария еткен Александр Масляковтың өзі болатын. Орта Азиялық КВН лигасының бас президенті Нұржан Бейсенов бұл Қазақстан үшін үлкен жетістік екенін баса айтады. Қазір мысалы біздің лигаға қатысқан команда чемпион атанды ма, бітті. Бірақ жылдың ішінде ол высший лигаға жетуі мүмкін да, қысқарды. Енді еліміздің әзілкеш тапқырларына өзін танытатын таптырмас мүмкіндік туды. Оны жіберіп алмауға тырысқан таланттыларды өзім жіті бақылаймын дейді Нұржан мырза. Ал 2013 жылы жоғарғы лигада өнер көрсетіп, КВН мен қош айтысқан камызяктар тобы клубқа қайта оралатынын жария етті. Все еще пишем день по паре шутя. Ты понял, Слити? Мы все еще камызяк.
Орталық лиганың ойындары бас қаламыз Астанада өтетін болады. Ал тапқырлар сайысында ел намысын қорғап жүрген сайыпқырандардан әзірге 2 команда алдыңғы шепте тұр дейді Нұржан Бейсенов. Ол Астана және Қазақ ұлттық университетінің капитал командасы. Жас өнер иелерінің арасында КВН сахнасында шыңдалған Гүлнар Селбаева, Тұрсынбек Қабатов, Нұрлан Қоянбаевтың орнын басушылар болады мекен деген сұрақ заңды түрде қалыптасады. Айжан Бағлан, Дәурен Мерғалиев, ревью жаңалықтары. Әлемнің танымал сылқымдарының бірі Ким Кардашьян жұртшылықты таң қалдырудан жалығар емес. ақш-тағы тау шаңғы курорттарының бірінде шаңғымен сырғанап, тау шыңын бағындырмақ болған ару кенеттен спорт киімін аң терісінен тігілген бикиниге ауыстырып, ерекше фотосессия жасады. Елдің назарын өзіне аударту үшін түрлі әрекетті жасаудан жалықпайтын актриса Ким Кардашьян бұл жолда аянып қалмады. Ол жұбайы Канье Уэстпен бірге тәп-тәуір шаңғы тебуге аттанған болатын. Ол қысқы спортқа деген қызығушылығын жиыстырып қойып, өзінің сүйіктісі суретке түсуге кірісіп кетті. Мұнда ел назарын аудартар не бар дейсіз ғой? Ол әдеттегі шаңғы тебуге арналған костюммен емес, аң терісінен тігілген іш киіммен фотосессия жасады. Фотограф қызметін Кимнің жұбайы Канье Уэст атқарды. Бір қызығы, Каньені аязды күні жұбайы жартылай жалаңаш далада жүргені еш алаңдатпады. Ким Кардашьяннан Джейло да қалыспады. Олды тәнін жалаңаштап суретке түсті. Тек Кимге қарағанда Джейлоны кәсіби фотограф арнайы студияда комплекс журналының мұқабасы үшін түсірді. Бұл бейнесін әнші Инстаграмдағы парақшасына жүктеген болатын. Тыңдармандар тарапынан 40-тың 5-еуін толтырып үлгерген Джейлоға өмірге егіз нәресте алып келгенімен әлі де сұлу мүсінін сақтай алған деген баға берілді. Ресейлік балерина Анастасия Волочкова 39 жасқа келген туған күнін атап өтті. Оның жекеменшік мерекесі тосын сыйларға толы болды. Ол алдымен радиодағы таңғы шоулардың біріне қатысып, содан соң кешкі мерекеге әзірлену үшін спа-салонға аттанып кетті. Настяны құттықтай келгендердің арасында Бари Алибасов ерекше сыйлығымен көзге түсті. Ол балеринаға күміс қасықпен шанышқы және ыдыс-аяқ жиынтығын тарту етті. Әншіге тосын сый жасаған тағы бір жан болды. Бірақ оның кім екені Настяның өзіне де беймәлім. Ал қандай тарту таралғы жасағаны тек туған күн иесінің өзіне ғана аян. Тек Волочкова ханым бұл сыйлықтың өзіне қатты ұнағанын айтты. Адема Сейфулла, ревью жаңалықтары. Қазақтың ұлттық аспабы мен әндеріне қызығушылығы оянған шетелдіктердің саны толастар емес. Бельгиялық музыканттар қазақтың қамажайын кәсіби деңгейде орындап, ұлттық әуенімізді нақышына келтіріп ойнаған. Олай болса, аталмыш өнерлі ұжымның қамажайға деген құштарлығын келесі бейнематериалдан тамашалай аласыздар. Қазақтың халық әні қамажайдың өзгелі өнерпаздарының орындауында тағы бір нұсқа шықты. Нақтырақ айтсақ, Джулиан Джаффе бастаған музыкалық топ аталмыш әнді гитара, скрипка, үрмелі және ұрмалы аспаптардың сүйемелдеуімен сүйсініп тұрып орындаған. Халық әні қамажайды құйқылжыта орындаған өнерлі ұжым бельгиялық музыканттардан құралған екен. Олар біздің әуенге ресми түрде клип түсірмеген, бірақ олардың мына бейнероликтеріне көз жүгіртсек, өздерінің ән жазу студиясында таспалаған екен. Соған қарағанда кәсіби музыканттар болса керек. Десек те олардың еңбегі көптің көңілінен шығып отыр. Естеріңізге сала кетсек, осы уақытқа дейін түрік бауырларымыз да қазақтың қамажайына құта түскен болатын. Басында қамажайдың бір тал үркі айрылып, қамажайға болдым күлкі, болдым күлкі. Әлемдік деңгейде шырқалып жүрген қамажайдың бельгиялық жігіттер тек аспаптық түрде композициясын орындап берсе, ал бұл өнерпаз оркестрдің сүйемелдеуімен аталмыш әнді әсерлетіп орындаған. Сонымен қатар Ақан серінің Балғадиша әніне де шетелдіктердің құштарлығы артып, тіпті арнайы бейнебаян түсірген болатын. Ол итальяндық Тони Тури деген өнерпаз. Ол Балғадиша әнін өз тілінде орындап, клиптің сюжетінде әлем елдеріне саяхат жасаған екен. Оның ішінде еліміздің бас қаласы Астананың да әсем жерлерін көрсетуге тырысқан көрінеді. Және қазақтың ұлттық музыкасын аңсырауған өзге ұлт өкілдерінің қатарында қара нәсілді Мозес Зибо есімді жігіт те бар. Африкадан келген бұл жігітті қазақстандық достары Мұсабек деп атайтын көрінеді. Сонымен қатар ол қазақтың қара домбырасын шебер ойнап қана қоймай, Ескендір Хасанғалиевтің атамекен әнінде жиын той салтанатты кештерде орындап жүрсе керек. Жасы жайлау, тіпті келем, кеп-келем. Ұлттық музыкамызға қызығушылық оянған өзге ұлт өкілдері осылайша бар өнерін салуда. Олай болса қазақтың халық әні әлемдік сахналарда шырқала берсін дейміз. Серікқазы Аязбаев, ревью жаңалықтары.
Нұрмұқасан дуэті 25 жылдық мерейтойларына қызу дайындық жүргізуде. Мистер Бин көрермендерімен қайта қауышпақ. Миландағы сән апталығы стрит-стайл бағытымен ерекшеленді. Ал біз жалғастырамыз. Осыдан бірнеше жыл бұрын көрермен көзайымына айналған кинотуындылар жуырда қайтадан экранға жол тартпақ. Мысалы, Роуд Аткинсонды әлемге танымал еткен Мистер Бин атты әзілге толы телехикаясының жалғасы таспаланды. Ал дәл осындай өзге де кино жаңалықтарын келесі топтамадан тамашалайластыр. Ағылшынның комедиялық жанрдағы Мистер Бин атты телехикаясы өзінің көптен күткен көрермендерін қайтадан күлкіге ғарық қылмақ. Басты рөлде актер Роуэн Аткинсон сол баяғы Мистер Биннің образын сомдамақ. Қазіргі таңда аталмыш кино картина толығымен дайын, ал түсірілім тобы Мистер Биннің қызыққа толы оқиғаларын биыл 13 наурыздан бастап көрерменге ұсынбақ екен. Сонымен қатар бұл туындының алғашқы бөлімдері көрермені көп, яғни рейтингі жоғары телехикаялардың көшін бастаған болатын. Пока весь мир сражался с азиатами и коммунистами, эти люди вели секретные переговоры и планировали Армагеддон. Көрерменнің сүйікті телехикаясына айналған тағы бір туынды жайлы жағымды жаңалығымыз бар. Американың фантастикаға толы секретные материалы телетоптамасы да көрермендерін қуантпақ екен. Бұл кино картинадағы Фокс Малдер атты агенттің рөлін сомдайтын актер Дэвид Духовный өзінің түсірілімге дайын екенін жеткізген. Бірақ ол өзінің қазіргі таңда жасының келіп қалғаны туралы да әзілдеген көрінеді. Америкалық әйгілі әнші, актриса, фотомодель Уитни Хьюстон жайлы түсірілген фильмге өнер иесінің туыстары наразылығын білдіруде. Неге десеңіздер, әншінің әпкесі Пэт Хьюстон дәл осы киноны түсіріп жатқан режиссер Анджела Бассеттің еңбегіне көңілі толмайтын, тәжірибесінің аз екенін жеткізген екен. Бұл кино картинаның сценарийі әншінің өмір баяны мен оның бұрынғы жары Бобби Браунмен арасындағы қарым-қатынас жайында баяндалған. Жұлдызды жұп 15 жыл бойы бір шаңырақ астында ғұмыр кешкен болатын. Серік Қазаязбаев, ревью жаңалықтары. Доминолық шолпанның тұрмыс құрғанына біраз уақыт болғанымен, ана болуға асықпай жүргенді. Дегенмен әншінің өмірге бала алып келетін күні де алыс емес. Сәйкесінше ол бала күтіміне байланысты демалысқа шығуы қажет. Ол жағдайда шолпан топпен бір жола қош айтысуы мүмкін. Шолпан сәбиін жаз айларында өмірге келеді. Дегенмен қазірдің өзінде әншінің аяғы ауыр екенін аңғару қиын емес. Сондықтан Доминоның продюсері әрі әншісі Закир әріптесі Шолпан бала күтіміне орай демалысқа кетсе де топтың жұмысын тоқтатпауға белін бекем болыпты. Тіпті бір аруды тауып қойған. Бір қыз бар, мен оның кім екенін әзірге айтпаймын, бірақ өте талантты әрі сұлу. Дегенмен Закирден бұл ақпарат алу өте қиынға соқты. Себебі продюсер тіпті Шолпанның бала күтіп жүргенінде жасырын ұстағысы келген, бірақ бізден сыр жасыру мүмкін емес. Ты меня запутала прям. Закирге қарағанда Шолпан бізбен емен жарқын әңгімелесті. Тіпті барлық топтың шығармашылығына қатысты жаңалықтарды жайып салды. Айтуынша бұл жылы Домино тобы 10 жылдық мерейтойларын атап өтпек. Наурыз айында біз жаңа әнге жаңа бейнебаян түсіреміз деген ой бар. Феерия деген ән жазда Алла қаласа бір үлкен бір концерт беретін шығармыз деп ойлаймын. Көктемде таспаланатын топтың тың туындысына Шолпан да қатысады, бірақ концерт жоспарланған жаз айларында әнші сахнаға емес перзентханаға аттанатын болады. Дегенмен Шолпан топтағы өз орнын жоғалтып алмас үшін сәбиін бала күтушіге қалдырып кетуге де әзір. Аяғым ауыр болса да, мен өзім бейнебаянға түсіп, өз концерттерімді беріп, Құдай қаласа сөйтіп өзім күшім жетеді деп ойлаймын. Концертке бір 2-3 сағатқа кетіп қалам. Андасында бір күнге кетіп тұрамын. Мен ойлаймын, ол қиын емес баланы қалдыруға. Сондықтан мен барлық нелерге, өзгерістерге дайынмын. Шолпан топтан бір жола кетпейтінін Закир де растап отыр. Мен барлық қазақстандықтарға сенімді түрде айтамын. Шолпан 10 баланың анасы атанса да топтан кетпейді. Тек бала күтіміне байланысты демалысқа аз ғана уақыт кетіп қайта келеді. Шолпан декреттік демалыста жүргенде топқа қосылатын жаңару өнер ұжымында біразға қалуы мүмкін. Сондықтан болашақта 4 әншіден құралған Домино тобын көріп жатсаңыз, таң қалмаңыз. Адема Сейфулла, Ерлан Абдулиев, ревью жаңалықтары. Жұбы жазылмай келе жатқан Нұрмұқасан дуэтінің қара домбыраны арқалап, алғаш сахнаға шыққандарына биыл 25 жыл толды. Осыған орай ән әлеміндегі аяқ алыстары өзгеше әншілер халқына тосын сый дайындап жатыр. Биылғы жыл Нұрмұқасан дуэті үшін сағыныштың сарынымен басталды. Өткенге көз жүгірткен әншілер алғаш сахнаға шыққан кездерін езу тарта еске алады. Тіпті сол кезеңге арнап ән жазып бейнебаян түсірген екен. Сол кездегі өзіміздің сахнадағы көрініс, сахнадан тыс көріністер, кәдімгі қарапайым өмірде қалай болады, сол сияқты. Соның бәрін сол бейнебаянға бір
көз шалып, жанағы артқа бір өңілес. Клипті таспалау үшін қазіргі таңда тарихқа айналған қызықты деректерді ақтаруға тура келді дейді әншілер. Бейнебаянға арқау болған үзінділерді Бауыржан шоу театрының бейне қорынан арнайы алдырған екен. Тіпті театр басшысы Бауыржан мырзаның өзіне бұл клип тосын сый болуы әбден мүмкін. Ал 25 жылда ара жігі ажырамаған қос әнші достықты сақтаудың бір құпиясын аша кетті. Әрине Алла тағаланың арқасы, сосын барып адамгершілік деген үлкен сиқыр бар. Сондықтан ағайын адамгершілігіміз мықты болу керек. Еске сала кетейік, биыл Нұрмұқасан дуэтіне 25 жыл толып отыр. Осыған орай жасалған алғашқы жұмыс үлкен сахнада концерттік бағдарламамен жалғасын табатын болады. Айжан Бағлан, Дәурен Мерғалиев, ревью жаңалықтары. Бүгінгі күн ғаламторды белсенді пайдаланушылар үшін жаңалыққа толы болды. Google компаниясы интернетке қосылудың жаңа әдісін құрастыруға көшсе, WhatsApp желісіне енді тек ұялы телефон арқылы ғана емес, компьютер көмегімен де қосылуға болады. Тақырыпты виртуалды әлем жаңалықтарына шолу жасаған әріптесім Олжас Таххан толықтырсын. Әлем бойынша 600 миллион қолданушысы бар әйгілі мессенджер жаңа қызметін назарға ұсынды. Енді WhatsApp арқылы хат алмасатын жандар тек ұялы телефонмен ғана емес, компьютердің көмегімен де хабарламалар жіберу мүмкіндігіне ие болды. Бар болғаны WhatsApp бағдарламасын жаңартасызда, WhatsApp веб қызметін қосып, мессенджердің ғаламтордағы жеке сайтындағы QR сканер арқылы тіркелесіз. Осылай сіздің WhatsApp-ыңыз компьютермен байланыс орнатады. Сонымен қатар Android, BlackBerry және Windows платформасындағы ұялы телефондар WhatsApp вебті іске қоса алады. Ал iPhone-ның жанкүйерлеріне әзірге күте тұруға тура келеді деп ақталды компания өкілдері. Ал ВКонтакте әлеуметтік желісінің негізін қалаған Павел Дуров Твиттерде бұл ноу-хауға қатысты өзінің сыни пікірін білдірді. Өкініштісі, смартфон ғаламторға үнемі қосылып тұрып, компьютер маңынан алысқа кетсе, байланыс үзіліп кетеді. Хабарламаларды сақтайтын бөлімде ескерілмеген деді. 2014 жылдан бастап WhatsApp-тың қожайыны болып есептелетін Facebook компаниясы биылғы жылды бірнеше жаңалықтан бастады. Енді танымал әлеуметтік желідегі жалған ақпараттар сүзгіден өтетін болады. Белгілі бір жазбадағы ақпарды қолданушылар өтірік деп танса, арнаулы тетікке басып, оның жаңалықтар бағанынан көрінбеуіне атсалыса алады. IT брендтер арасында көшбасшы саналатын Google компаниясы жаңа технологияларды дамытуға барлық ресурстарын жұмылдыруда. Жүргізушісіз басқарылатын көлік, әлемдегі барлық ақпаратты жедел түрде алатын көзілдірік, ал енді олар сымсыз ғаламтор орнатуға кірісіп кетті. Бұл жобаны Sprint Corporation мен T-Mobile сынды корпорациялар бірлесіп іске асыруда. Әзірге сымсыз ғаламтордың құны жайында ақпарат жоқ. Әлем сән қойларының назары Италияда. Миландағы ерлер сән апталығын қорытындылап үлгерген сән әлемінің сыншылары жыл жаңалық ретінде жылыту құралы бар күртешелерді атап отыр. Отандық сәнгерлеріміз де шетелдік әріптестерінен қалыс қалмай, жаңа трендтермен жұмыс істеуге көшіпті. Толығырақ кезекті бейнесюжетте. Қалыптасқан дәстүр бойынша ерлер топтамасы мейлінше ұстамды, ал таңдалынған түстер палитрасы қанық болып келеді. Осындай сәнді бейнені тек спорт аяқ киімі ғана айшықтайды. Соңғы кездері көше стилі стрит стайл деген атауға ие сән ағымы дизайнерлер арасында кеңінен қолданылуда. Қазіргі таңда ер азаматтар қара, қоңыр, сұр сынды түстерін алшақтап, ашық түсті киімдерге де ден қойса болады. Қазіргі таңда ер азаматтар қара, қоңыр, сұр сынды түстерін алшақтап, ашық түсті киімдерге де ден қойса болады. Сонымен қатар классикалық киімдер мен спорттық аяқ киімдерді үйлестіріп киюге де рұқсат. Отандық сәнгерлердің ішінде ер азаматтарға жаңашыл стильдегі киім үлгілерін ұсынып жүрген Сәкен Жақсыбаев та шетелдік әріптестеріне ілесіп жүруді жөн санайды. Тема комфорта. Мен үшін стрит стайлдағы ең үздік сәнгер Ник Вустер. Қазіргі таңда дизайнерлердің көп бөлігі соған қарап жаңа маусымдағы актуалды түстер, стильдер мен жұмыстарын бастайды. Негізінде стрит стайл бірінші кезекте сәннен бұрын киімнің ыңғайлы болуына көбірек мән беріледі. Қозғалысқа кедергі етпеу керек. Мен осы маусымда мынандай жеңіл күртешелі киюге кеңес беремін. Ал жейделер бір реңді болған абзал. Ешқандай суреттер мен жазулар қажет емес. Сонымен қатар Миландағы өткен сән апталығында назарға ұсынылған күртешелер жаңа технологиялардың қолдануымен істелген. Zigzagni бренді қытым райызда дене жылын сақтап қана қоймай жылу беру мүмкіндігіне ие. Сәкен Жақсыбаев болса жақын арада өзінің топтамаларында мұндай технологияларды қолданбайтынын айтады. Биылғы маусымда классикалық киімдер мен спорттық аяқ киімді үйлестіре беруге болады. Аяқ киімнің түстері жасыл болған абзал. Аксессуарлардан бас киімдердің кепештері дұрыс. Ең бастысы өзіңізге ыңғайлысын таңдаңыз. Стрит стайлдың негізі осында жатыр. Айтарлығы биылғы маусымда жылы тоқыма кардиган мен ашық реңді жемпірлер сәнді болмақ. Ал шалбардың балағын қайырып кию көктем күз маусымының тренді.
Бүгінге айтарымыз осы. Біздің электронды мекен жайымыз review@ntk.kz, ал ревью бағдарламасының кезекті көрсетілімін 20:30-да тамашалаңыздар. Көріскенше күн жақсы.